Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз сіздермен өте әсерлі әңгіме тыңдайтын боламыз. Видеомыз басталмас бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер. Дайын болсақ, бастайық. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деп мақалдата айтады қазақ бабамыз. Бұл қағиданың түп төркінінде ғасырлар бойы қалыптасқан өмірлік философия, туыстық тамырдың беріктігі мен бірліктің құдіреті жатыр. Қанша заман алмасып, қоғам жаңғырса да, адам баласының жаны әрдайым жылулықты, қолдауды және жақынының иығына сүйенуді қажет ететіні анық. Бүгінгі баяндалатын оқиға бір әулеттің екі бауырының тағдыры арқылы адамгершілік, бауырластық, кешірім мен туыстық қадірін ұғынудың сан қилы белестерін көрсететін терең мазмұнды шынайы өмір хикаясы. Асқар мен Берік кішкентай ауылда қарапайым отбасында дүниеге келген ағайындылар. Әкелері ұста, аналары мектепте кітапханашы болған адал жандар еді. Балалық шақтары таршылықта өтсе де, ата-анасы оларға бауыр етің, бауырың, таспен ұрғанды аспен ұр деп өлшеусіз тәрбие берді. Дегенмен уақыт өте келе өмір ағымы екі бауырды екі түрлі арнаға бұрды. Асқар зерек, есепке жүйрік, алғыр болып өсті. Мектепті бітірісімен қалаға оқуға аттанған ол 90-шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдардың басындағы нарық заңының иірімдерін дөп басып кәсіпкерлікке бет бұрды. Бастапқыда шағын дүңгіршектерден бастаған ісі жылдар өте келе ірі құрылыс компаниясына, сауда үйлеріне ұласты. Асқардың қолы жеткен жетістігі оның басын айналдырып, мінезін де өзгерте бастады. Ол байлықты тек өз ақылы мен табандылығының ғана жемісі санап, айналасындағы адамдарға биіктен қарайтын әдет тапты. Адам өзі талпынса, ешкімнің көмегінсіз-ақ бәріне жетеді. Кедейлік еріншектіктің белгісі, ал байлық еңбектің нәтижесі. Ешкімге алақан жаймаңдар дейтін ол жиналыстарда серіктестеріне. Бұл сөздер бірте-бірте оның жеке өмірінде ұстанымына айналып, туыстарымен арадағы алтын көпірді әлсірете бастағанын Асқар сезген де жоқ. Ал інісі Берік ауылда қалды. Ол жоғарғы оқу орнын тәмамдап, туған ауылындағы қарапайым мектепке мұғалім болып орналасты. Ауылдың тыныс-тіршілігін, қара жердің иісін, ата-баба салтын қадірлейтін Берік ағасының бұл мінезін түсінбейтін. Ол Асқарға жиі хабарласып, ауылдың жаңалығын айтып, амандығын сұрап тұратын. Бірақ Асқардың телефоны әрдайым бос емес еді. Шетелдік сапарлар, келіссөздер, маңызды кездесулер. Ол інісінің қоңырауларына кейде жауап бермей, кейде қысқа қайырып, Берік шаруаларым бастан асады, кейін хабарласам деп сылтаурата қоя салатын. Асқар үшін уақыт ақша, ал ақша барлық мәселенің шешімі болатын. Тағдырдың жазуы бөлек. Өмір биігіне шығып, ешкімді менсінбей кеткен Асқардың шаңырағына қара бұлт үйірілетін сәтте алыс емес еді. Күздің алғашқы айында еліміздегі экономикалық ахуалдың күрт өзгеруі, ірі серіктестерінің сенімсіздігі және өзі жіберген бірқатар заңгерлік қателіктер оның империясын шайқалтып жіберді. Банктерден алған миллиондаған несиелерінің мерзімі келіп, ал үлкен тендерден сүрініп қалуы компанияны тығырыққа тіреді. Бір аптаның ішінде барлық шоттары бұғатталып, астындағы қымбат көліктері мен кеңсе ғимараттары кепіл ретінде тәркілене бастады. Кеше ғана төбесі көкке жетіп жүрген Асқардың айналасындағы сенімді достары, серіктестері, құрмет көрсетіп жағымпазданғандар бір сәтте із-түзсіз жоқ болды. Телефондары өшіп, қаншама жылғы дәм-тұзды бір күнде ұмытқандардың бұл қылығы Асқарға ауыр соққы болып тиді. Жалғыз қалған 4 қабырғаға симай жүрген кәсіпкер қала шетіндегі жалға алған қарапайым пәтерінің терезесінен сыртқа үңіліп сағаттап отыратын болды. Жүрегін өкініш пен үмітсіздік кернеді. Өмір бойы жинаған ақшасының бір сәтте күлге айналғаны аз болғандай, рухани тұрғыдан да толығымен банкротқа ұшырағанын сезінді. Ең ауыры ешкімге керегі жоқ болғанын мойындау еді. Мен қателесіппін, барлығын қате түсініппін, деп күбірледі ол бір күні көзіне жас алып.
Дәл осы сәтте оның есіне ауылдағы інісі Берік түсті. Бірақ оған хабарласуға ар-ұяты жібермеді. Өйткені соңғы рет хабарласқанда Берікке топырақ шашып, өз күндеріңді өздерің көріңдерші деп дөрекілік көрсеткен болатын. Асқардың жағдайының мүшкіл екенін ауылдағы үлкендер мен ағайын туыстар әлеуметтік желілерден және таныстар арқылы естіп білді. Әкесінен қалған аманатты Берік ұстаған Берік ағасының ауыр халде жатқанын естіген бойда бір секунд та ойланбастан жолға шықты. Бір күні кешке Асқардың пәтерінің есігі тарсылдады. Ашса, үстіне қарапайым күрте киген, бет-жүзіне жолдың шаңы қонған інісі Берік тұр еді. Берік еш рұқсат сұрамай үйге кіріп келді де Асқардың жүдеген түріне қарап, шашы ағарған жүзіне көзі түсіп, үнсіз құшақтап алды. «Аға, бұл не дегеніңіз? Неліктен бізге айтпадыңыз?» деді Берік даусы дірілдеп. Асқар інісінің көзіне тура қарауға бата алмай басын төмен салды. «Берік, сен мұнда қалай келдің? Мен саған қатысуға лайықты емеспін. Барлығынан айырылдым, қарызым шаш етектен, енді көшеде қалатын шығармын». Берік ағасының иығынан нық ұстап, «Қой, аға, ондай сөздерді айтпаңыз. Адамның басына тауда үйіледі, таста үйіледі. Біз ағайын емеспіз бе? Әкеміз бауырыңды жамандыққа қима деп кетпеп пе еді? Сіздің құлағаныңыз бұл өмірдің соңы емес, жаңа сынағы ғана», деді барынша сабыр сақтап. Сол түні бауырлар ұзақ әңгімелесті. Берік қаладағы барлық мәселені шешуге көмектесетінін, ауылдағы ата қонысты, үлкен әке үйін және өз жинаған қаржысын ортаға салуға дайын екенін айтты. Асқар інісінің бұл кең пейілдігіне қарап жүрегі жібіп, өмірінде бірінші рет бауырының алдында өзін шексіз кінәлі сезінді. Ертеңнен бастап Берік қаладағы заңгерлермен кездесіп, Асқардың банктермен арадағы қарыздарын реттеуге, мүліктерді қайта бағалау мен қайта құрылымдау жұмыстарына көмектесе бастады. Тек Берік қана емес, бұл хабарды естіген басқа да аталас туыстар, ағайындар шеттерінен қол ұшын соза бастады. Ауылдағы ағай Асқардың қарызын жабу үшін қорасындағы малын сатуға рұқсат берсе, басқа бір туысқандары жинаған ақшаларын аударып, рухани демеу көрсетті. Қазақта ағайыны ашы тері татымас, тәтті суы кетпес деген аталы сөзі бар. Асқар осының бәрін көріп, атамға ең бірінші байлық, мансап пен ақша емес, қиын сәтте арқа сүйер ағайын туыс екенін жүрегімен түсінді. Берік қалада бір ай бойы ағасының қасынан бір елі де жылжымады. Олар барлық қиындықтарды бірлесе отырып, заң аясында кезең-кезеңмен шеше білді. Банктермен келісімге келіп, мүліктердің бір бөлігін сақтап қалуға қол жеткізді. Кәсіпті қайтадан нөлден, кішігірім жобалардан бастауға тура келді. Бірақ бұл жолы Асқардың көз қарасы түбегейлі өзгерген еді. Жылдар өтті. Асқар өз кәсібін қайтадан аяғына тұрғызды. Бұрынғыдай асқақтап, менменсу дегенді ұмытты. Қазір ол қай жерде жүрсе де, қандай биікке жетсе де, жанындағы ағайын туыстың қадірін бірінші орынға қояды. Ауылдағы інісі Беріктің отбасына үнемі қамқорлық жасап, туыстарының қуанышы мен қайғысына ортақтасып, әулеттің ұйытқысына айналды. Бұл өмірде адам баласы қаншалықты биікке көтерілсе де, түбінде қайтадан туған топырағына, бауырына оралатыны анық. Ағайыны барлар көрсін деген нақыл сөздің түпкі мәні де осында жатыр. Бауыры бар адамның арқасы қашанда берік, жаны қашанда шуақты. Ағайынның бар болуы тағдырдың адамға берген ең үлкен сыйы әрі баға жетпес байлығы. Осымен құрметті тыңдармандар, әсерлі әңгімеміз өз соңына жетті. Сіз қалай ойлайсыз? Әңгімені қай өңірден тыңдап отырғаныңызды комментарийге жаза кетіңіз. Сонымен қатар осы әңгімеге қатысты өз пікіріңізді де комментарийде жаза кетсеңіз болады. Келесі видеоларда кездескенше қош, сау болыңыздар.